Аян, Әсел, Данияр және Мадина жазғы демалыста Таиландқа саяхатқа шықты. Күндіз олар экзотикалық араларды аралап, түнге қарай жергілікті тұрғындардан таулы аймақтағы тылсым ғибадатхана туралы аңызды естіді. Түнде сол ғибадатханаға жақындамаңдар. Ол жерде зұлым рухтар тұрады. Бірақ достар қызығушылық танытып, түнгі саяхатқа шығуға бел буды. Түнгі сағат 11 шамасында олар шамдарын алып, орманға қарай бет алды. Орман іші тып-тыныш, тек алыстан маймылдардың айқайы мен желдің дыбысы сыбдыры естілді. Көп ұзамай олар бұзылған ғибадатхананың қирағандарына тап болды. Кіреберісте ескі тас мүсіндер тұр, әрқайсысы қорқынышты кейіпте бейнеленген. Тек қорқыту үшін жасаған нәрселер ғой. Аңыздар тек туристерді қорқыту үшін ойлап табылған. Кенет жел күшейіп, ауа суып кетеді. Бір сәтке алыстан әйелдің мұңды дауысы естілді. Достар ғибадатхана ішіне кірді. Ішінде шырақ ұстаған екі мүсін тұрды. Олардың көздері қап-қара және суық. Кенет Әселдің қолындағы шамы сөніп қалды. Кім сөндірді? Осы сәтте тас мүсіндердің бірі қозғалып, оның жүзінде қорқынышты күлкі пайда болды. Барлығы жан-жаққа бытырап кетті. Аян мен Мадина бірге қашып бара жатып, ескі тас құдыққа тап болды. Құдықтың түбінен әлдекімнің көмектесуге шақырған әлсіз дыбысы шықты. Олар жақындап қарады. Кенет құдықтан қорқынышты қолдар шығып, оларды төмен қарай тартып әкетті. Данияр орманның басқа бір бөлігіне қарай жүгіріп, ағаштар арасында адасты. Бір сәтте ол ағаштардың арасынан әлгі әйелдің елесін көрді. Әйелдің көзі қап-қара, жүзінен мұң мен ашу көрінді. Әйелдің сыбырлаған дауысы: "Сендер менің мекенімді қорладыңдар. Ешқашан шыға алмайсыңдар." Данияр айқайлап жан-жаққа жүгіре бастады, бірақ қайда барса да өзі тұрған жерге қайта оралды. Айтқайлар мен сыбырлар күшейіп, достар бір-бірін мүлдем таба алмай қалды. Соңында тек Аян жалғыз қалып, мүсіндермен қоршалған негізгі ғибадатхана алаңына қайта барды. Тақтайшадағы көне жазуды байқап, кірген адам қайта шықпайды. Айналасындағы барлық мүсіндердің көздері оған қарап сыбырлай бастады. Олардың ішінен Әсел мен Даниярдың бейнелері көрінді. Бірақ олар мүсінге айналып кеткен. Аянның демі тарылып, ол қашпақ болып жүгіре жөнелді. Бірақ құлағының түбінен қорқынышты әйелдің сыбдыры тағы естілді: "Сен де мәңгілікке осында қаласың." Таң ата Таиланд ормандағы жергілікті тұрғындар полиция шақырып, жоғалған 4 туристі іздестірді. Бірақ олардан ешқандай із табылмады. Орман ішінде ғибадатхана қирандылары мен араларында тас мүсіндерге жаңадан 4 мүсін қосылғаны ғана байқалды. Олардың жүздері қорқыныш пен үмітсіздікке толы. Таиланд тек әдемі аралдар мен табиғатпен шектелмейді. Оның тылсым құпиялары да мәңгілікке жастанып жатыр. Егер сен де сол жерге тап болсаң, сен де сол жердегі бір мүсіннің өзіне айналуы мүмкінсің.